бірінші кезекте ол бет терісінде безеу, оны айтпасам болмас. Енді безеу, пигментация не нәрседен шығады? Және псориаз деп те оны да қоса салайықшы экземента. Үш түрлі. Безеуден бастайық. Безеу адам өзінің ішінде сильный гнев. Бір нәрсеге тез ашуланады, қатты ашуланады, соны ішіне жұтып алып жүре береді. Ол ашу қан арқылы төбе шығатын жері тері болады. Мен ғой десең да. Екінші жағы, бірінші тез ашулану болса, орысша айтқанда қалай болады бұл? Бірден көтеріліп, бірден түсем. Вспыльчивый, соны ішіне жұтып алатын адам. Магний ішіп жүрмесе. Иә. Екіншісі, өзіне көңіл толмайды. Өзіне кішкене сенімсіздік бар. Сол кезде болады. Көбінесе подросткаларда көп шығады, біз неге? Өйткені өзін жаңа әдемі интернеттегі дорамалармен салыстырады, подругалармен салыстырады. Сөйтіп ана әдемі болуым керек деп боянып бастайды ма подросток қыздар? Не үшін? Сол кезде прыщик шығып бастайды. Өзін достаточно түрде қабылдай алмағаннан, өзін құнды ретінде сезіне алмағаннан болады. Ол белгілі бір сол подросток кезде өтетін этап, ол психотерапиямен көмектесіп жүруге болады, поддержка жасап жүруге болады. Екіншісі пигментация. Сіз айтып жатқан ол витилиго, жаңа адамдардың ақтаңдақ болуы, ондай кейстер бізде бар, көп емес, 10 шақты кейсіміз бар. Бірақ олардың психотерапиямен жұмыс жасау керек нәрсе, ол өзін белгілі бір қарым-қатынас тақырыбында чужой сезініп қалған. Қазір мен бүйтіп айтасам, адам бірден таппайды оны ше. Жеке отырып сұрақ қойып отырсам, табу жолы тезірек болады да. Ана адам бүйтіп подкаст қарап отырып оны, мынау мына жерім деп табуы екіталай. Бар, екінің бірі табу мүмкін. Бірақ көбінесе, жоқ, менде бұндай нәрсе жоқ дейді адамдар ше. Негізі терең ойлануға көмектесетін адам алдында сені специалист қойып сұрақ қойып отырса, жақсырақ шығады да. Өйткені витилигомен көп келеді маған адамдар, мойындамайды ше сондай екенін ше. Витилиго мынандай. Мысалға сен тұрмысқа шықтың, сенің сол жақта қайын жұрт дейміз ба? Қайын жұртың сені қабылдамай жатқанын сезіп жатсың. Чувство есть. Как будто сені бөлектетеді олар. Енең, қайын сіңілің барлығы, жаңағы абысындарың бәрі бір топ, сен бөлексің деген ощущение болса, сол асқынып кетсе витилиго алып келеді. Немесе ол мынандай болуы мүмкін. Кеше ғана бір кісі келді витилигомен. Тұрмысқа шыққан, күйеуімен ұрысып қалғанның өзін қайдан екенін айтайын. Кім себепкер болды, күйеуіңіз ба десем, жоқ, анасы дейді. Мен анасына көп обида ұстадым, ол анасының баласын шабуылдатты, бірдеңе қысқасы. Оның артында тұрған нәрсені сразу айта өтейін. Адамда өзінің психикасында өзінің анасына деген обида болса, сепарация дұрыс өтпеген болса, психологически не болады? Проекцияны апарып өзінің енесіне жапсырып қояды. Айдаладағы бұған түк қатысы жоқ адамды, мынақта өзінің анасына обидасы бар. Сол обиданы апарып енесіне жапсырып қоясыңыз ба? Мен мынаған таң қалып тұрмын. Түсініңіз ғой? Психикада оны проекция дейді. Реальностьқа қарағысы келмейді. Ми ішіндегі обиданы енесіне шығарады. Енді ойлаңызшы, сіз енесіз деп өзіңізді ененің орнына қойып көріңіз. Мен келінмін. Мен сізді бүйтіп жақтыртпай жүрсем, бүйтіп жүрген жерінде бүйтіп шыным келіп, сізден жамандық күтіп жүрсем, маған махаббатпен қарай аласыз ба? Қарай алмайсыз. Уже сен де маған минус жағын көрсетіп бастайсың. Ең жаман жағын көрсетіп бастайсың. Келін мен енең арасында болатын негізгі проблема осы. Әйел адам өзінің анасымен эмоциональный сепарация өтпегендіктен, сезімдерін ажыратып дұрыс ересек позиция болып өспегендіктен, ол психотерапия арқылы келеді ол. Анасына деген неосознанно түрде, мен ана өмірде анасын жақсы көреді ол. Анам мені үйтті деп айта береді ол. Бірақ неосознанно түрде, подсознательно түрде әлі 10 жасқа толмай тұрған кездегі болған обидалары мына тұрмысқа шыққан кезде енесінің бетіне кигізіледі. Айдалада енесінің минус әрекеттерін көріп, соған ренжіп, сонымен таласып жүреді. Ол бір, екі. Содан кетіп қалады, ажырасып кетеді баласымен. Сөйтті, бірақ күйеуі айтады, кесеші дейді. Мен сенімен қайтадан тұрғым келеді дейді. Бұл күтеді. Енем мені шақыру керек дейді ғой. Қарсы? Бұл әлі шешпеген да, потому что мамасымен обидасын ше. Мамасымен обидасы шешілмеген. Яқта бөлек тұрып жүр. Мамасымен обидасын шешіп алса, ол енем келсін, енем шақырсын деген әңгіме айтпайтын еді ол. Түсіндіңіз ба? Бұл айтып жүр ішінен, енем шақырса екен деп. Енесі шақырмаған, соған өзін бөлек сезінген, витилиго шығып кеткен ақыр. Витилиго ақтаңдар қолға шығады, бетке шығады. Белгілі бір топтан бөлек сезінеді. Ол адамдар любой жерде бөлек сезінеді. Не только енесімен, ол подругалармен жүрсе де өзін как будто аналардың бәрі мынандай, мен ғана осындай. Түсіндіңіз ба? Туысқандардың арасында мынаның бәрі осындай, мен ғана осындай деп өзін бөлек сезіне берсе, түбі ақтаңдаққа алып келеді. Ол психологический тақырып. Ол өмірде аналардың бәріне жабысып алып жүреді, түсіндіңіз ба? Бірге жүре береді ол, подругалармен құшақтасып жүреді. Ішінен өзін бөлек сезінеді. Сол кезде витилиго болады.